Ассаламағалейкум қазақтарым. Мен жұма күні жұма намазын оқиын деп мешітке кірдім. Отырдым да алдыма телефонды қойдым, экранын жоғары қаратып. Жанымда отырған түрік менің телефонымды алды да теріс қаратып орнатып қойды, аударып қойды. Экранын төмен қаратып. Мен оның бетіне қарадым да үндемей имамның уағызын тыңдап отыра бердім. Жұма намазы біткеннен кейін жаңағы түрікті тоқтатып алдым да неге олай жасадың десем, ол былай дейді. Экран айна сияқты адамның бетін отражать етеді. Сондықтан да экранды жоғары қаратып қоюға болмайды, төмен қаратып қою керек дейді. Неге десем, елдің бәрі солай істейді, мен де солай істеймін деді. Енді сол түріктің айтқан сөзін мен опровергать етуге ниет еттім. Сонымен көптеген сауатсыз адамдар шайтанның суевериясы мен ырымдарына сенеді. Және де өздерінің қандай күнә жасап жүргендерін білмейді. Надандардың арасында шайтанның айналдында ұйықтамау туралы ертегілер көп тараған. Мысалы, мен өзім айналдында ұйықтаймын және өзімді жақсы сезінемін. Кейбіреулер жатын бөлмеде айна қоюға мүддем тиым салады. Және оны қайғылы оқиғалармен байланыстырады. Мысалы, олар айна арқылы сізге басқа әлемнен қарайды дейді. Сондай-ақ сынған айнаға да қарауға тиым салады. Өйткені олар өмірдегі сәттіліктеріңді жоғалтасың дейді. Жақын адам қайтыс болғаннан кейін көптеген адамдар үйдегі барлық айнаны жабады. Қайтыс болған адамның жаны өзін айнадан көріп қорықпасын деп. Басқа кейбір адам қайтыс болған кезде бірнеше күн бойы үйдегі бүкіл айнаны жауып қоюды ұсынады. Осылайша параллель әлемнен өлі энергия марқұмның үйіне еніп, оларға теріс әсерін етпесін деп. Сондай-ақ сынған айнаның бөлшектеріне де қарауға болмайды деп тиым салады, оларды жинаған кезде. Фэншуй деген пәдемін Қытайдың үйде айналардың болуына тиым салады. Көптеген сиқыршылар мен көріпкелер айна вампирлік қабілетке ие және сіздің жақсы энергияңызды тартып алады деп санайды. Олар сондай-ақ ескі иелерден алынған және өтімді көрген айналарды ерекше қауіпті деп есептейді. Тіпті біткен құрған надандар түнде адам ұйықтап жатқанда оның жаны айнаға түсіп, сол жерден адасып, туған денесіне оралмауы мүмкін деп санайды. Мұндай адамдар айнаны басқа әлемге өтетін портал деп санайды. Исламда да адамдар бар. Олар жоғарыда сипатталған себептермен айна алдында намаз оқуға тиым салады. Алтын уақытыңыз алмау үшін мен қысқа және анық жауап берейін. Айна ешқандай күшке ие емес. Мұның бәрі шайтанның құлдықтары. Осылайша сізді суевериялар мен ырымдарға сену арқылы ширк жасауға мәжбүр етеді. Суевериялар мен ырымдарға сенген адам ширк жасайды және көп құдайлыққа түседі. Бұдан артық ібіліске сізден ештеңе қажет емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деген: жаман ырым үшін қандай да бір істі тастаған адам ширк жасады дейді Ахмадта. Басқа хадисте былай делінеді: исламда жаман ырымдарға сенуге орын жоқ. Бухари. Басқа бір хадисте былай делінген: жаман ырымдар многобожие. Жаман ырымдар многобожие дейді. Былайша айтқанда көп құдайлыққа сену ширк жасау. Абу Дауд, Тирмизи, Ахмадта келтірілген. Қорытындыға келе барлық мадақ тек әлемдердің иесі Аллахқа ғана тән.